Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсел Алшоғыразқызы шоколадты кремнің видеосын, яғни шоколадты кремді бүгін осы видеода бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен осы кремге клегейді пайдаланамыз. Клегей 33-34%. Мен осы клегейді алар кезде мерзіміне мән бермеппін. Оның мерзімі өтіп кетіп, қатты қою болып кетіпті, бірақ оған мән бермеп, оны қоса берсеңіздер болады. Себебі оны бір рет ысытып жіберген кезде оның бүкіл бөлек ингредиенттері буымен ұшып кетеді немесе жоғалып кетеді, былайша айтқанда. Содан соң менде мында 300 грамм клегей, оны осындай өзіміздің газға қоятын ыдысымызға салып аламыз. Содан соң какао мен қант қажет болады. Қант менде кадрда түспей қалыпты. Ең алдымен осы ыдысымызға жақсылап клегейді салып аламыз. Содан соң газға орташа температурада 2-3 минут бойы ұстайтын боламыз. Қатты қайнатып жіберуге де болмайды. Қайнай бастап жатқан кезде газды өшіріп 2-3 минутқа суытып, содан соң барып 2-3 минутқа емес, тіпті 40 секунд қойсаңыздар да болады. Содан соң қантты салып араластырып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Қантты тіпті шықырлап тұрмау керек. Ол бүкілі еріп кетуі керек. Содан соң какаоны қосып жақсылап араластырамыз. Бұған ешқандай миксердің көмегі керек жоқ. Тек винтикпен араластырасыздар бастапқыда. Кейін барып дайын болған кезде осыны тоңазытқышқа 2-3 сағаттың көлеміне салып қоясыздар. Міне өздеріңіз қарап отырсаңыздар, майы мен суы бөлініп бастап жатыр. Содан соң ол өте сұйық болып бастайды. Одан кейін 40 секундқа жаңа айтып кеткенде қоя тұрасыздар да қантты қосып жақсылап араластырып жібересіздер. Ал одан кейін какаоны қосып кәдімгідей араластырасыздар біркелкі болғанша. «300 грамм клегейге 30 грамм какао қосасыздар, ал 400 грамм клегейге 40 грамм солай кете береді. Ал одан кейін какао менде Рахаттың какаосы емес, Рахат фирмасының какаосы емес, Асыл деген фирманың какаосы. Ол өте тәтті екен. Бұл какао кәдімгі сүтке қосып жесе де өте керемет. Бұл ешқандай жарнама емес, мен өзім қолданып жүргендіктен сіздерге кеңес ретінде айтып отырмын. Міне осында жақсылап араластырамыз. Кәдімгі шоколадтың түсіндей болып тұр. Қарап тұрсаңыздар, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз да сол жып-жылы күйінде барып тоңазытқышқа 2-3 сағатқа жібереміз. Одан кейін 2-3 сағаттың көлемінде ол әлде сұйық болып тұратын болса, онда оны тағы да біраз қоя тұру керек, 1-2 сағатқа. Содан соң егерде қоюланып бастап жатқан кезде оны винтиктің немесе миксердің көмегімен 6-7 минут бойы араластырып аламыз. Сол кезде ол өзі қоюланып бастайды. Одан кейін оны крем ретінде де, глазур ретінде де пайдалансаңыздар болады. Сіздермен болған Әсел Алшоғыразқызы. Тіркеліп лайк басуды және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рецепт кәделеріңізге жарасын, ас болсын. Және де достар, осымен видеоның жоғарғы жағында инста парақшаны қалдырып кеттім. Сол жерге де тіркеліп қойыңыздар. Онда жеңіл-желпі рецепттермен бөлісетін боламын. Мынау сияқты Ферреро Роше тортына да қоссаңыздар, тіпті қатып кетеді.